видео баспалдақтарынан қалай дұрыс шыққан дұрыс. Көбісін қайталайтын қателігі бірден келеді де осылай жүгіреді, шаршайды. Сосын мынандай демалатын беседкаларына келіп демалып отырады, телефон сөйлеседі, сөйтіп не керек, жарты сағат 40 минутта шығады. Ең бірінші күн шыққанда менде 31 минутта шыққам. Қасынан аталар, апалар озған кезде қатты намыстан, ертеңнен бастап күніге шығамын деп, осы баспалдақ мотивация болған. Бүгін 8-7 күн қатарынан шығып келе жатырмын. Негізі достар, баспалдақтан дұрыс шығудың техникасы аз-аздан үздіксіз деген сөз бар ба? Соны осы баспалдаққа қолданасыздар. Қалай? Салмағыңызға байланысты. Артық салмағыңыз болса, кішкене баяу темппен ешкіммен сөйлеспейсіз. 842 баспалдақ аяқталғанға дейін. Егер салмағыңыз жеңіл болса, кішкене темп қосасыздар, сол темппен басына дейін алып шығасыздар. Бұл баспалдақтың денсаулық баспалдағы деп аталуы да жүректің қан айналымының реттілігін қалыптастырып беруінде болып тұр. Сондықтан аз-аздан үздіксіз достар. Осылай. Менде осы баспалдағы мен жақсы көремін негізі. Баспалдақтан шығасыздар. Ары қарай суға барасыздар. Баспалдақтан терлеп шыққаннан кейін өзімен бірге бұлағына келесіздер. Бұл жерде сіздерге арнап бассейн жасап қойдық. Мусор тастамаймыз достар. Содан кейін парақшаға тіркеле кетеміз достар. Осылай бір айқайлап аласыздар. Видео пайдалы болса достарыңызға жіберіңіздер.